Барлықтарыңызға сәлем, каналымда көргеніме қуаныштымын. Мен қысқа дайындықты бастап кеттім, яғни көкөністерді қатыруды, жидектерді және де тамақтарға арналған әртүрлі дайын заправкалар, соустардың видеосын салатын болам. Сондықтан каналға қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, сонда барлық видео сізге көрінетін болады. Ал қазір кабачкиді қатырудың түрлерін көрсетемін. Ең алдымен керек кабачкидің барлығын жақсылап жуып, сүртіп құрғатып аламыз. Мен мынау 2 кабачкиден пюре жасағым келіп тұр. Одан қысты күні оладьи, осындай блины немесе котлет жасасаңыз өте ыңғайлы. Барлығын тазалап аламыз. Сосын осындай шұңғыл ыдыстың үстіне туршылакты қойып, осыған теркадан өткізетін боламыз. Яғни теркадан өткізіп пюре жасаймыз. Сонда дұршылақтан астына шамалы суы ағып тұрады, және де қолмен де тағы да қысып суын шығарамыз. Барлық суын шығарудың қажеті жоқ. Енді көз мөлшерімен бір жасағанда қаншалықты сізге керек, солай бөліп аласыз. Мен аз-аздан жасап көрсетіп жатырмын видеоға, сол үшін мен тек 2 пакетке ғана саламын. 2 рет қолдануға керек болады. Міне осындай арнайы зип пакетке немесе кәдімгі обычный мешочектарға сақтасаңыз да болады. Қысты күні шығарып, ерітесіз, үстіне жұмыртқасын, басқа заттарын қосып, оладьи, блины барлығын жасай беруге болады. Ал енді қатырудың екінші түрі, бұл бізде дөңгелек формада, яғни оны запеканкаға немесе андай грильдің ішінде қуырсаңыз да өте дәмді болады. Мен осындай әдемі бір келкі жерін ортасындағын бөлек кесіп алам, шеттерін бөлек қоямын, оны да қазір қатыратын боламыз. Әдемілік үшін ғана бұлай істеу міндетті емес, мен жай ғана дөңгелектер бір келкі болсын деп, осындай арнайы теп-тегіс түп-түзу жерлерін таңдап аламын. Енді соны осындай дөңгелектерге кесеміз, өте жұқа, өте қалың қылмамыз, шамамен осындай көлемде кесіп дайындап аламыз. Бұдан қысты күні ертең жұмыртқа мен кляр жасап қуырсаңыз да болады. Енді осы дөңгелек болып кесілгендерді менде осындай қатыруға арналған арнайы контейнер бар. Жақында онлайн магазинімді ашамын, сол жерден сіздер де алсаңыз болады. Арасына осындай мешочек қойып, бірнеше қабат жасап қатырып алсаңыз болады. Немесе контейнер болмаса, досточканың үстіне де дәл осылай істеуге болады. Енді біздің қалған мына жердегі шеттерін 2-ге бөлемін. Біреуін үлкен кубиктарға тураймын. Бұл бізде рагу секілді әртүрлі подливтерге соған қолдануға өте ыңғайлы. Ал қалған тағы да шамалы бөлігін оны өте ұсақ кубиктерге бөлетін боламын. Міне үлкен қып турап алған, оны да контейнердің тағы бір ыдысына саламыз. Немесе тағы да жаңағы айтқандағыдай досточканың үстіне де қатырсаңыз болады, яғни тақтайшаның үстіне. Осылай жайып аламыз бір слой қылып. Немесе бұндай контейнер тақтайшаға қатырғыңыз келмесе, осы күйінде орамалдың үстінде кішкене ұстасаңыз, суы құрғағаннан кейін бірден пакеттерге салып тастасаңыз да болады. Енді кабачкидің қалған бөлігін осындай өте ұсақ кубиктерге тураймын, мантыға тураған секілді. Бұны таңғы асқа жұмыртқамен қуырып жесеңіз өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Оны да осылай тақтайшаның немесе арнайы контейнерге бір слой етіп қоямыз, барлығын бір-біріне қойып, крышкасын жауып, қатырып аламыз. Егер бұндай контейнер болмаса, орамалдың үстінде құрғатып, пакеттерге бірден салсаңыз болады. Міне менде бірнеше сағаттан кейін олардың барлығы жақсы болып қатты, аралары жабыспайды, өйткені олардың араларында осындай мешочек тұрғандықтан. Сосын барлығын өзіңізге керек мөлшерде немесе осындай зип пакетке сыйғанынша салып, қатырсаңыз болады. Осындай зип пакет болса, одан вакуум жасауға болады. Яғни шетінен трубочканы тығамыз, кішкентай орын қалдырып, сосын ауасын ауызбен сорып аламыз. Сол кезде зип пакет болады. Ол тіпті ыңғайлы және сіздің ішіндегі тамағыңызды ұзаққа дейін сақтайды. Бұндай пакет болмаса, жай ғана мешочекта сақтауға да болады. Енді міне біздің кубиктарымыз да осылай әдемі болып жеке-жеке қатқан. Егер олар бір-біріне жабысса да қорқынышты емес, қолмен ақырын үстінен басып қалсаңыз, олардың аралары өте тез ашылады. Бұларды да осындай вакуумный пакет сияқты қылып жасап, бөлек-бөлек қоямын. Үлкен кубиктерді де міне осылайынан пакетке салып, оны да дайындап аламын. Дәл осылай сіз де кабачкиді 4 түрлі етіп қысқа сақтасаңыз болады. Тамақ жасағанда уақытыңызды үнемдейді, әрі де морозильниктің ішінен өте аз орын алады. Ендеше сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарийді қалдыруды ұмытпаңыз. Тағы да қандай көкөністердің қатырған рецептін көрсетейін алдағы уақытта. Оны да жаза кетіңіз.